Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін ең оңай әрі ең дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа және 1 стакан қантымызды ең алдымен жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Ал енді жарты пиала майонезімізді қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға ұн мен разрыхлителімізді жақсылап араластырамыз. Оның орнына кәдімгі соданы қолдануға да болады. Ал енді барлығын бір-біріне жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде ең маңызды ескеретін нәрсе, ұндарды жеке-жеке бөліп саламыз. Өйткені ұнның тығыздығы бізде әртүрлі болып келеді. Дәл осындай сұйықтықта болғаны дұрыс. Ал ендігі кезекте дайын формамызға осыны жөндеп құятын боламыз. Ендігі кезекте алдын ала қызып тұрған пешімізде 30 минуттай пісіріп алатын боламыз.